Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай мега шоколадты торттың рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді болып шықты. Бисквиті жұмсақ, ауызда ериді. Және бұл торт үлкен, диаметрі 28-25, салмағы 2-400 грамм болып шықты. Бұл торттың диаметрі сіздің жасайтын формаңызға байланысты болады. Мүмкін сізде форма кішілеу болса, торттың биіктігі биік болуы мүмкін, бірақ салмағы бірдей болады. Достар, енді торттың дәмі өте керемет болып шыққан. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін қайнаған суға 1 шай қасық какао порошогын салып, жақсылап араластырып, салқындатып қоямыз. Одан кейін құрғақ заттарын дайындап қоямыз. Онға какао порошогын және қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді ыдысқа жарылған 4 жұмыртқаны салып, үстінен шым-шым тұз саламыз және қантты қосып миксерлейміз. Яғни аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Шамамен 4-5 минут миксерлейміз. Массамыз ағарып көтерілді. Осындай болуы қажет. Үстінен сүт қосамыз және сұйық майды қосып аздап миксерлейміз. Массамыз дайын болды. Енді үстінен құрғақ заттарды қосамыз. Барлығын бірден қоспай, осылай аз-аздан бөліп қосамыз. Араластырамыз. Осылай оңнан солға қарай бір бағытпен араластырамыз. Одан кейін бағанағы сұйық какаоны аз-аздан қосамыз. Осылай алдымен құрғақ затты қосамыз, одан кейін сұйық затты қосамыз. Солай кезек-кезекпен қосып араластырамыз. Барлығын бірден қосып салуға болмайды, себебі массамыз отырып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай аз-аздан бөліп салып қосамыз. Сол кезде массамыз өз формасын сақтап тұрады. Мінекей осындай бір тегісті үлпілдеген жұмсақ массамыз дайын болды. Енді осы массамызды формамызға саламыз. Фольга болмаса пергамент төсесеңіздер болады. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Бисквит пісіп шықты, таяқша құрғақ. Енді салқындаған соң осылай бисквиттің шеттерін кесіп, тегістеп аламыз да 3 бөлікке бөліп кесеміз. Егер де формаларыңыз үлкен болатын болса, бисквиттің биіктігі аласа болып қалуы мүмкін. Арнайы форма болса, сол формаға салып пісірсеңіздер болады. Ең бастысы, бисквит дұрыс піссе, торт тез дайын болады. Көп уақытыңызды алмайды. Мінекей корждар жұмсақ, өте керемет болып пісті. Креміне творожный сыр және сахарный пудраны қосып, екеуін араластырамын. Қасықпен кішкене араластырып алдым. Қаласаңыздар, араластырмай бірден миксерлеуге болады. Екеуін араластырып миксерлеп алдым. Оның үстінен сливкиді қосамыз. 33% сливки. Қою масса болғанша миксерлейміз. Крем дайын, осындай қою болуы қажет. Одан кейін вареная сгущенка, бір банка. Кішкене араластырып жұмсартып алдым. Вареная сгущенканы кремге қосып араластырамыз. Және миксерлеген кезде көп уақыт миксерлемеңіздер. Кішкене миксерлеп аламыз да, осылай араластырып жібереміз. Одан кейін үстінен мен шоколад қостым. Қаласаңыздар, қоспасаңыздар болады. Міндетті емес негізі. Түсі кішкене ақшылдау болғандықтан мен қостым. Және қосатын болсаңыздар, шоколадты ертіп алған соң, салқындағаннан кейін қосасыздар. Креміміз дайын болды. Кремді жақпас бұрын осылай сахарный сиропты барлық корждарға жағып шығамыз. Үстінен кремді жағып, бір тегіс етіп жағамыз. Достар, және де менің каналымда басқа да түрлі рецептер бар. Төменде сілтемесін қалдырамын. Кіріп қарасаңыздар болады. Корждарға сахарный сиропты алдын ала жағып қойдым. Және 3-ші корждың ішкі бетіне сиропты жақтым. Сиропты жақсаңыздар, корждарыңыз жұмсақ болады, құрғақ болмайды жеген кезде. Және тортты осылай кремін жағып, жинап болған соң 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Сол кезде крем сіңіп, торттарыңыз дәмді болады.
Тортты бір түнге қалдырып қойдым. Енді қазір бетін осылай безендіремін. Шоколадты ертіп алған соң салқындағаннан кейін осылай бетін безендірдім. Бұл өзімнің идеям, кішкене ерекшелеу болсын деп моншақ тәріздесі етіп жасадым. Сіздерге ұнаған болса осылай жасап көріңіздер. Өз пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі ганаш дайындаймын. Ол үшін шоколадты ертіп алдым алдын ала. Салқындағаннан кейін сары майды қосып араластырамыз. Міндетті түрде шоколад салқын болу керек. Ыстық қалпында сары майды қосуға болмайды. Мінекей ганашымыз дайын болды. Осындай болу қажет. Енді дайын болған ганашты торттың шетіне жағып шығамын. Негізі ганашты жағу міндетті емес. Қаласаңыз жақпасаңыз да болады. Жақпай жей берсеңіз де болады. Өте дәмді болып шығады. Осылай бір тегістеп жағып шығамын. Достар, осындай моншақты шоколадты тортымыз дайын болды. Сіздерге астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.